Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен тауық етіне имбирь менен сарымсақ қоса отырып, гарнирін күріш пен болгар бұрышынан істейтін боламыз. Сонымен бізге керегі бұл жерде қызыл менен көк болгар бұрышын алдым. Осыны жақсылап турап, күрішке қосып, гарнир істейтін боламыз. Май құйып, үстіне кішкене болгар бұрышын қуырамыз. Енді бұның үстіне күрішімізді салып, кішкене майға араластырып, бұны да қуырып алатын боламыз. Үстіне керегенше суды құйып, тұзын салып, жауып қоямыз бетін. Біздің гарниріміз шамалы дайын болып қалды. Кішкене қозғап, көтеріп, жинап қойып, осымен гарниріміз дайын болды. Енді біз тауықтың филесін майдалап сақтап турайтын боламыз. Сақтап, приправаларын салып, имбирь, сарымсақ, тұзын салып, бұны бір 15-20 минутқа қойып қоямыз, мариновать етіп. Содан кейін майға қуырып алатын боламыз. Міне сарымсағы, приправасы, хмели-сумели, имбирь, тұзын салып, 20 минутқа қойып қоямыз. Терияки соусын қостым бұған тағы да. Майын құйып, дайын тауық етін қуыратын боламыз, жақсылап. Осыған шамалап су құйып, тағы да 20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Міне біздің тауық етіміз дайын болды. Гарниріміз де дайын болды. Сервировкасын жасайтын боламыз. Сервировкасы дайын болды. Енді тауық етін үстіне салып, үстіне көкөнісімізді салып, бұл жерде укроп және күнжітімізді салып, сервировкасын жасадық. Гарнирдің сырт жағын укроппен әрледік. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Тауық етіменен сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар.